Саламатсыздар ма, балалар? Мен Жамбыл облысы Талас ауданы Әбділ Сағынтаев атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ибраимова Раушан Қасымқызы. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғажайып ағаштар. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары: жанрлық ерекшеліктеріне сай рәсімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу. Мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып, түзету және редакциялау. Сабақтың мақсаттары: мәтінді түсінеді, көтерілген мәселені ақпаратты анықтайды, тура және ауыспалы мағыналы сөздерді ажыратады, орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып, түзету және редакциялау. Жанрлық ерекшеліктеріне сай рәсімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу. Бағалау критерийлері: мәтіндегі ақпараттарды түсінеді, анықтайды. Мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып, түзетеді. Синонимдерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолданады. Балалар, мына суреттер не бейнеленген? Олардан не алынады? Жарайсыңдар балалар, бидайдан нан алынады, сиырдан сүт алынады. Ал енді осы нан мен сүт алынатын ағаш түрлері де бар екен. Ендеше топқа бөлінейік. Бірінші топ нан ағашы, екінші топ сүт ағашы. Оқылым дағдысы бойынша бірінші тапсырма: мәтіндерді оқып, негізгі ақпараттарды анықтаңдар. Бірінші топ нан ағашы, екінші топ сүт ағашы мәтіні. Нан ағашы Үндістан мен Малайя аралында өседі. Оның асқабақ тәрізді жемістері болады. Кейбірінің салмағы 25 келіге дейін жетеді. Ағаштың жемісінің крахмалы көп, дәмі бидайдың наны сияқты. Жергілікті тұрғындар осы нан ағашының жемісін бөлшектеп турап, қуырып ас етеді. Сондай-ақ әлгі жемістерді салқын шұңқырға салып, құрамындағы крахмалды ажырату арқылы қамырға ұқсас қоспа алып, одан дәмді тоқаш пісіреді. Ал нан ағаш гүлдеп біткен кезде оның тұқымын жинап, шекідей де қуырып та жейді. 21 жастағы бір нан ағашының жемісі 3-4 адамды 1 жыл асырап шыға алады екен. Сүт ағашы. Бразилияда сүт беретін ағаш бар. Ол Амазонка өзенінің жағасында өседі. Жергілікті халық оны сорвейра деп атайды. Қазақшаға аударғанда емшек дегенді білдіреді екен. Сол сорвейра ағашының бір жерін кертіп қалса, одан сүт тәрізді ақ шырын саулап қоя береді. Өзі сүттен сәл қышқылдау. Сондықтан оны алғаш тағам ретінде пайдалана қоймаған. Кейіннен ботаниктер зерттеп, оның сиыр сүтінен ешбір кем еместігін анықтаған. Халықтың айтуынша, ақ шырынға аздап су қосып пісірсе, сүттен дәмі айнымай қалады екен. Ағашты бір сауғанда 2-4 литрге дейін сүт алуға болады екен. Негізгі ақпараттарды анықтаймыз. Жақсы балалар. Осы оқылым мәтін бойынша мына сұрақтарға жауап берейік. Мәтіндерге қандай ортақ тақырып қоюға болады? Нанды қандай өсімдіктерден алады? Адамдар қай жануарлардың сүтін пайдаланады? Халық арасында нан мен сүтті қалай атайды?
Мәтіндегі ағашты сау деген тіркес дұрыс па? Бұл сөз қандай мағынада қолданылған? Дескрипторы мәтіндегі нақты ақпараттарды анықтайды, сұрақтарға жауап береді, мәтіндерге ортақ тақырып қояды, ағашты сау деген сөз тіркесінің мағынасын табады. Жарайсыңдар балалар. Екінші тапсырма оқылым мәтініндегі қою әріппен берілген сөздердің синонимдерін тауып жазыңдар. Дескрипторы берілген сөздердің синонимін табады. Өте жақсы балалар, бұл тапсырма смайликтер арқылы бағаланады. Үшінші тапсырма тыңдалым және айтылым дағдысы бойынша Алматының қақ ортасында ғажайып ағаш өсуде бейне жазбасын тыңдаймыз, ой бөлісеміз. Дескрипторы бейне жазбаны тамашалайды, ой бөліседі. Алматының қақ ортасында ғажайып ағаш өсуде. Білетіндер жаңа жылдық кеште осы желектің түбінде тілеу тілесе орындалады дейді. Бұл түсінікке алматылықтардың дені иланатын сынды. Енді олар 31 күні қалыпты шырша маңына емес, сол ағаштың төңірегіне топтаспақ. Мына ерекше ағаштың тылсым күші бар. Емен мен қарағайдың тоғысуынан пайда болған ерекше ағаштың түбіне келіп тілек айтса, орындалады дейді мамандар. Жаһан жүзін жасыл жамылғысымен жадыратқан желектер табиғаттың тартуы ғана емес, сондай-ақ ол адамзаттың тілегін орындайтын жаратылыстың бірі болып шықты. Алматы қаласының тұрғыны Құлмұхан Нәбенов бұл ерекше ағаштың жанынан күнде өтеді, десе де оның тылсым күші жайында естімеген екен. Бүгінде ол жаңа жылдық кешке орай киелі өсімдікке өз тілегін айтып үлгерді. Мен осы ағаштың қасынан күнде өтемін. Мынандай екі ағаш тоғысқан жерде, қарағай мен еменнің тоғысқан жерінде өз тілегімді мен айттым. Енді осы жерде келген адамдар өз тілектерін айтуы есептеймін. Бүгіндері төрткүл дүниенің әр түкпірінде сырлы дүниелер кезігіп жатады. Мәселен, еліміздің батысында ауа райын анықтайтын жұмбақ құдық болса, Қытайда билейтін ағаш өседі. Ал шаһарымыздың қақ ортасында орналасқан киелі ағаштың жаңа жылдық кеште тілек орындайтын тылсым күші бар. Бұл ақпарға қала тұрғындарының бірі сенбейтінін айтса, енді бірі түбіне келіп тілектерін қарша боратуда. Мен сенемін, әрине, жаңа жылда келіп мен тілектер айтатын шығармын. Мүмкін бәрі де рас шығар. Енді бір Құдайдың қолында ғой, сенім артсаң, сенуге болады бәріне. Әрине, кішкене балалық шағымызда бәріміз де Аяз атаға сендік, шыршаның астында тұрып тілекті тілеген кездеріміз болды. Ал енді қазір мұндай есейгеннен ба, мұндай ғажайыптарға көп сене бермейміз. Айта кетсек, қазір ғаламторда бұл ақпарат кеңінен таралған. Тіпті мегаполис тұрғындары жаңа жыл күні барлығы бірге осында келіп, тілек айтуды жоспарлап отыр. Ал ғажайып өсімдік Фурманов пен Шевченко көшесінің қиылысында орналасқан. Мына ағашқа жоғарыдан қараса, оның екі тамырдан өскендігі байқалмайды. Десе де оған жақыннан қараған кезде емен мен қарағай екендігі анық білінеді. Бүгінде алматылықтар өздерінің тілектерін айтуға асығыс. Енді Аяз атаға сенбейтіндер дәл осы құпия ағашқа келіп өз тілектерін білдіре алады. Азиза Майдар, Ескендір Тоғысбаев, Алматы телеарнасы. Міне балалар, бейне жазбаны тамашалаңдар, өздеріңнің ойларыңды ортаға салыңдар. Бір-бірімізді қол шапалақ әдісі арқылы бағалаймыз. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма жазылым дағдысы бойынша деңгейлік тапсырмалар, саралау тапсырмалары. Бірінші деңгей тапсырмасы берілген жұмбақтардың шешімін тауып, олардың орыс, ағылшын тіліндегі баламаларын жазыңдар. Қыста киімін тастайды, көктемде киіне бастайды.
Сылдыр сұйық ағады, ақ болса да қар емес, шешуін кім табады. Күрең қызыл түсі бар, тағамдардың асылы, қуат берер күші бар. Тамақтың ең ұлысы. Екінші деңгей тапсырмалары көп нүктенің орнына қосымшаларды, орфографиялық заңдылықтарды сақтап, жазып себебін түсіндіріңдер. Үшінші деңгей тапсырмасы көрген бейне жазба бойынша досыңа хат немесе бейне жазбаны көруге хабарландыру жаз, немесе бір дәрілік өсімдіктің қасиетін насихаттап, жарнама мәтінін жаз. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Бүгін біз сабақта орфографиялық заңдылықтарды сақтай отырып, қателіктермен жұмыс жүргіздік, редакциялап, түзету жұмыстарын енгіздік. Синонимдерді анықтадық. Хат, жарнама, хабарландыру жұмыстарын орындадық. Мәтін бойынша негізгі ақпараттарды анықтап, қосымша ақпараттар алдық. Кері байланыс орындаймыз. Еркін жазу әдісі бойынша өз ойларыңды, бүгінгі сабақ бойынша өз ойларыңды жазыңдар. Үйге тапсырма, еліміздегі Әулиеағаш жайлы хабарлама жаз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау саламат болыңыздар.